Талдықорғанда Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылған күніне арналған салтанатты іс-шара өтті. Жастар спорт сарайының аумағында әскери қызметшілер марапатталып, болашақ сарбаздар отан алдындағы борышын өтеуге аттанды. Толығырақ әріптесім Мағжан Бақыт тарқатады. Жастар спорт кешені маңында марш әуені асқақтап, әскери гарнизонның үрмелі аспаптар оркестрі мерекенің айбынын асырды. Салтанатты жиында ашқан қала әкімі Ернат Бәзіл ел қауіпсіздігінің тірегі болған әскерилерді құттықтап, үздіктерді марапаттады. Номері 18404 әскери бөлімі сарбаздарының қоян қолтық ұрыс тәсілдері мен кадеттердің қарумен көрсеткен шеберлігі паш етілді. Бұл көрініс отанды қорғау жалан сөз емес, нақты дайындықпен темірдей тәртіп екенін ұғындырғандай. Құрметті ер азаматтар, мінекей келе жатқан 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын сіздерді. Әрқашанда отанды қорғап, шын жүректен жүре беріңіздер. Бүкіл ер азаматтарды, аға бауыр бәрілерін мейраммен құттықтаймын. Өмірлері ұзақ болып, аспандары ашық болып, бәрі жақсы болсын. Ер азаматтар 7 май мерекесімен құттықтаймын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Әскер қатарына аттанған 30 сарбазға Бауыржан Момышұлының қанатты сөздері жинақталған кітаптар табысталды. Бұл ерлік пен намыстың символы, келер ұрпаққа аманат. Салтанатты маршпен қадам басқан жас буын енді отан алдындағы азаматтық борыштарын өтеуге кіріспек. Әскерге аттанып барамын. Бұл менің үшін жаңа кезеңнің бастауы. Отандық қорғау үлкен жауапкершілік екенін жақсы түсінемін. Алда мені сынақтар күтіп тұрған білемін. Бірақ соған дайынмын. Шынығып тәжірибе жинап, елге пайдасы тиетін азамат болып оралу мақсатым. Биыл Жетісу облысынан отан алдындағы әскери борышын өтеуге 1600 азамат аттануы тиіс. Олардың тең жартысы көктемгі науқанға шақырылды. Ол рәсімді бүкіл осы Жетісу облысының тұрғындарына көрсету себебіміз жастарымыздың, болашақ отан қорғаушыларымыздың отанға деген сүйіспеншілігін арттыру, намыстарын ояту, отан қорғау әр ер азаматтың елінің отан алдындағы азаматтық борышы, соны көрсетуге осындай бір шара атқардық. Мерекенің жалғасы Талдықорған әуендері ансамблі мен әскерилердің концерттік бағдарламасына ұласты. 7 мамыр қарсаңында ұйымдастырылған бұл жиын өңірдегі патриоттық тәрбиенің жаңаша бір тәсілі дейді ұйымдастырушылар. Мағжан Бақыт, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы.